Шыңғырлау шырайлы мекен, сай саласы төбе қыратына дейін қастерлі. Аққұмында Ақшахан шаһарын салдырған, Қыземшекте Қобыланды батыр қылышын қалдырған. Шыңғырлау өзенінен Асан қайға желмаясының шөлін қандырған деген аңыз да бар ел арасында. Бел ауданның құрылғанына 95 жыл толуына орай жергілікті көркем өнерпаздардың сазды бағдарламасы көптің назарына ұсынылды. Туған жерім Тұғырым облыстық халық шығармашылығы фестивалі аясында ұйымдастырылған іс-шараға облыс әкімі Нариман Төреғалиев арнайы қатысты. Алдымен кешке келген көпшілік Атамекен өнер ордасының фойесінде орналастырылған ауданның товар өндірушілері мен кітапхана жүйесінің өткені шежіре қойнауы тұнған тарихатты көрмесін тамашалады. Көп балалы ана Әсел Түктібаева 10 саусағынан өнер тамған жан. Үйде отырып, тоқымашылықпен айналысып жүрген оның бұйымдары көпшіліктің сұранысына ие көрінеді. Халыққа ұнап жатыр, көбінесе копилкалар жақсы, тойбастарға, жаңағы туған үйлерге жақсы алады. Аяқ киімдерім, енді жазғы аяқ киімдерге өте сұранысқа ие тоже. Өтіп жатыр жақсы. Үйде отырып, осы кәсіппен айналыссам. Еңбекқор аудан тұрғындарының елімізде ұлттық брендке айналған қазақи бесіктері, жиналмалы үстелі, кәде сыйлықтары көрерменнің көркін қыздырды. Аудандық мектептен тыс жұмыс орталығының қолөнер көрмесі де жұртшылықтың жанын жадыратты. Өңірден табылған, әсіресе Сегізсай қорымдарынан табылған керемет заттардың барлығы да осы жерде көрініс тауып отыр. Бұның барлығы осы туған жердің тарихын, өнерін, мәдениетін насихаттауға арналып жатырған дүниелер. Және де екінші бағытымыз бұл енді Шыңғырлаудың өнерін тамашалау бағытында көркем өнерпаздар өздерінің керемет өнерлерін көрсетіп жатыр. Алған әсеріміз ерекше. Концерттік бағдарлама алдымен халықтық шаңырақ театры әртістерінің орындауында шұғылалы Шыңғырлау театрландырылған қойылыммен басталды. Одан әрі жергілікті ақын сазгер Қайрат Темірғалидің Шыңғырлауым әнімен жалғасты. Торатпасы әуендері фольклорик ансамблі күмбірлетіп күй төксе, үлгілі Еркемай би ансамблі әсем билері мен зал толы көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Жергілікті өнерпаздардың орындауындағы әндер туған жердің қадір қасиет туралы шырқалды. Әсіресе Қазақстан дауысы балалар ұлттық мега жобасының қатысушы Нұралы Қармыс және халықаралық байқаулардың лауреаттары Дарқан Құлбабаев пен Әсел Құтжанованың өнері де тыңдарманның таңдайын қақтырды. Кеш барысында сондай-ақ шетел және жерлес сазгерлердің шығармалары мен билері нақышына келтіре орындалғанын көз көрді. Әдемі кеш соңында Шыңғырлау ауданының әкімі Мұрат Өмірәлиев тамашалауға келген барша қала тұрғындары мен қонақтарына мерекелік күй сыйлаған өнерпаздарға алғысын жеткізді. Ауданымызда 20-ға жуық ұлт, ұлыс өкілі бір шаңырақтың астында тату-тәтті ғұмыр кешуде. Биыл ауданымызға 95 жыл. Осы бір ғасырға жуық ішінде жалпы ауданымыз әлеуметтік, экономикалық, мәдени жағынан дамып келеді. Міне өздеріңіз бүгін куә болып отырсыздар, сіздерге арнайы келіп осылай концертімізді беріп жатырмыз. Концерт Жұмағазиевтер отбасылық ансамблінің орындауындағы Сәуле Жұмағазиеваның әнімен сөзіне жазылған Келіңдер Шыңғырлауға әнімен аяқталып, облыс әкімінің аудан өнерпаздарына арналған ықылас гүлі ұсынылды. Лоқпан елеу Рүстем Ишанов, Қалыбек Ақырап, Ақ жайық телеарнасы.